Ассалаумағалейкум, құрметті менің YouTube көрермендерім. Бүгінгі тақырып, ерекше тақырыптардың бірі, 6 айлық баланың дұрыс дамып келатқанын қалай білеміз? Қазір мен көрсетемін, мұқият қарап отырыңыздар, видеоның соңына дейін қараймыз. Лайк басып, каналға лайк басып кетейікші, мынандай тұр. И тіркеліп алыңыз, тіркелмеген болсаңыз, подписаться дегенде тұр. Все, дайынсыз ба? Ендеше бастаймыз. Жалпы 6 айлық бала не істей алады? Біріншіден, 4 аяқтап тұру керек, яғни былайда қараңдар. Міне. Осылай тұра алу керек 6 айлық бала. Еңбектеп кетпесе де. Түсіндіңіз ғой да? Және де 6 айлық бала ішпен жатқан кезде кеудесін көтере алу керек. Уже да, ішпен жатқан кезде. Және де 6 айлық бала, мұқият тыңдаймыз. Қараңдар. 6 айлық бала ішпен жатқан кезде алға уже ұмтылу керек, партизан сияқты. Ойыншықтарды ұстау керек. Кейбір балалар 6 айлық, бірақ ешқандай движение жоқ. Жата береді да. Демек, ол балада не болып жатыр? Гипотонус. Бұлшық еті бос болса, бала ештеңе істемейді. Кейбіреулер ойлайды, мен балам тынымды, қалай жата береді. Жатқызып қойсаң, өзімен жатады жерде дейді да. Ол уже норма емес. Қорқу керек одан уже. Бала реакция білдіру керек. Жатқан кезде уже тыпыршып, уже әрекет істеу керек. Хотя бы аунап, уже смело аунай алу керек екі жаққа да. 6 айлық балада. И ойыншықтарды ұстау керек смело. Түсіндіңіз ғой, сіздің балаңыз неше айлық? Комментарийға жазып кетіңіз, оқиын, мен бәрін оқып отырамын, жауап беремін. Жалпы 6 айлықта осындай әрекеттер жасау керек. Уже 6 айда баланың белі қатаяды. Отыруға әрекет жасайды да, уже отырып кетпесе де, хотя шалдар сияқты бір жақпен әрекет жасап, қолын тіреп үйрену керек уже. Кейбір балалардың, 6 айлық балалардың қолының аппараты слабый болады. Еңбектемейді олар, еңбектеуге әрекет жоқ үшін. И қолын тіремейді. Неге? Қолының аппараты жоқ та, себебі ше, қолы бос. Ондай кезде қолына массаж жасаймыз, мұқият қараймыз. Қолын алақандарын жақсылап уқалаймыз, осы жерден. От души уқалайсыздар, міне. От души уқалайсыздар. Уже гипотонустың массажын жасайсыңдар. Гипотонустың массажы мыжғылау и ЛФК жаттығу. Основной ЛФК ғой. От души бірінші уқалап аласыңдар да, сосын жаттығу жасаймыз жақсылап қолдарына, міне. Мына қолдарына от души. 1, 2, 3. Мына жерлерінде қасай. 1, 2, 3. Қолының аппарасын жақсартуымыз керек. Қолын тіреп үйретуіміз керек. Баланы ішпен жатқызамыз, короче ше, қараңыз. И қолын ұстаймыз да, міне, өзіміз жоғары тұрып аламыз да, міне, қолын тіреп, әрі бері уже үйретуіміз керек та. Көрдіңіз ғой, я? Қолын тіремейді ғой себебі анау. Аппарат жоқ қолда. Егер қолы слабый болса, бала да не қылмайды. Отыруы, еңбектеуі кеш болады. Сондықтан уже 5-6 ай болды ма, қараңыз балаңыздан. Осы әрекеттер бар ма? Қолын тіреуге әрекеті бар ма? Ойыншықтарды ұстай ма? Алға хотя бы партизан сияқты ұмтыла ма? Ондай әрекет жоқ па? Демек, балада гипотонус немесе рахиттің белгісі болуы мүмкін. D3 витамині жетіспейді деген сияқты да, витаминдер жетіспесе сондай болады да балада. Түсіндіңіз ғой, я? Сіздің балаңызда қандай осындай белгілер бар ма? 6 айлық баладан осындай әрекеттер жасап жатыр ма? Комментарийға жазып кетіңіз. Менде андай қақырық шығару сабағы бар, айтпақшы достар. Баланың қақырығын бір жасағаннан шарт жасауға болады. Мен сізге арнап видео сабақ дайындап қойдым. Ол сабақты алу үшін мына экранда көрсетілген Каспи немесе Халықбанк номеріне 3000 теңге аударып жіберіңіз. И WhatsApp бар. Сізді сразу сабаққа қосып қоямын. Баланың қақырығын бір жасағаннан шарт жасауға болады. Егер ақпарат пайдалы болған болса, лайк басып, каналға тіркеліп алайық.